Әр қазақ менің жалғызым. Бауырларыңызға бостандық. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі, олар жайлы ағайын жұрт не білесің сен осы? Олар жайлы айтылмайтын биік мінбеде. Мен саған тыңсам, алысқан болды мен сені еші күтме. Кетпе жаным, артында ізім бар. Сенің басқа ізің толынбаса, ұлым осындай болады деуші едің ғой. Ұлы білгеншілік болады. Ұлымды яна, жігіттердің төресі, біздің елдің жігіттері, ұлы мұхит кемесі. Осы елден бақпенен қызыр кетпесе екен деп тілеп, осы елдің осал жерін түзеп жүрген шегесі. Олар жайлы білгің келсе, ортасына түсіп көр. Солар жүрген соқпақ жолмен дәтің бар, сай жүріп көр. Ерте туып, еш заманның маңдайына сыймаған қайран. Мен Смағұлов Болат. Бүгін 6 маусым сағат 11-де болатын бейбіт шеруге шығамыз. Әрқайсымыз шығамыз. Әрқайсымыз балаларымыздың болашағы үшін, сөз бостандығы үшін, Қазақстан мемлекетінде зайырлы демократиялық республика орнату үшін, парламенттік жүйені орнату үшін ағайындар. Сөз бостандығы еліміз, жеріміз үшін шығамыз. Бәріміз бірге боламыз. Рахмет, жарлықтарыңызға. Қазақстан болашағын ойлап, өстіп шыққан азаматтарымыз мен. Кешек өткен батырлар, әрқашан азаматтарымыз бірге болайық. Көше партия жасасын. Ерте туып, еш заманның маңдайы. Бүгін 5 сәби, 5 періштеміздің өткеніне, осы өмірден өткеніне 1 жыл толды. Осы 5 сәбимен қоштасып, соларды еске алып, осында келіп, Құран оқыдық. Құран оқып өшірге еске алдық. Және әке-шешесіне көңіл айтамыз тағы. Біздің мына жүйеге қоятын бірінші талабымыз 1993 жылы қабылданған Конституция қайтарылсын. Екінші талабымыз саяси тұтқындар босатылып, белсенді азаматтарымыз қудалауды тоқтатсын. Үшінші талабымыз ұрланған ақша Қазақстанның қазынасына қайтарылсын.